Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі көрермендер. Сөзбен саз бағдарламасының YouTube каналының көрермендері, жанкүйерлері, біздің каналға міндетті тіркеліңіздер және осыған дейінгі жасаған шараларымызға ұсыныс пікір, сын ескертпелеріңіз болса, комментарий жазып қалдыруға болады. Біз Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Тұщықұлық ауылы, Қызылқұмның жағасында қасиетті киелі Айдар Ишан атамыздың жатқан жерінде, халық ақыны Сәттіғұл Жанғауыловтың жатқан жерінде Тұщықұлық ауылында сыр сұхбат ұйымдастырамыз. Бүгін сөзбен саз бағдарламасының кезекті саны Маңғыстаудың, қазақтың ұлттық спортына арналады. Республика бойынша өздеріңіз теледидардан көріп жүрген ұлттық спорттың бір түрі көкпар болатын болса, сол көкпар Маңғыстау облысында өте кенже дамыған. Ал біздің Тұщықұлық ауылында көкпаршыны кездестіру бұған дейін мүмкін емес еді. Ал бүгінден бастап мен сіздермен таныстыратын болам. Тұщықұлық ауылының тумасы, өзіміздің мақтанышымыз, республикаға танымал ұлттық құраманың мүшесі Жасұлан Қуанышұлы сіздермен бірге өзінің өмірбаянымен бөлісетін болады. Жасұлан, ауылға қош келіп жатырмыз. Енді мынау өзің туып өскен Тұщықұлық ауылының төрінде тұрмыз. Бірінші өзің туралы кішкентай қысқаша өмірбаян. Қай жылы? Мен 1999 жылы дүниеге келдім. Осы Тұщықұлық ауылынан. Тұщықұлық ауылында оқыдық. Осы жастайымыздан атамыздың қолында, ата-әженің қолында өстік. Содан осы ат құлағында ойнап, малдың жанында жүріп, малды серік етіп, осындай жетістіктерге жетіп жатырмық. Енді көкпарға неше жасыңда келдің? Көкпарға мен көкпардың алдын бәйге шаптым. Шабандоз болдым. 3-ші классымнан бәйге шауып бастадым. Кімнің аттарына шаптың? Осы Әлеке дейтін Бөлтеков Әлеке. Жетімек жары жет, нағашым болып келеді. Әлеке ағамызға рахмет айтып қояйық осы жерде. Сүйіндіков Әсет дейтін жігіттің аттарына, және міне Дұрысбаев Құралбай дейтін өзіміздің ағамыз, соң аттарына шауып бастадық. Өсе келе жаңағы салмаққа қарайды ғой бәйге. Салмағымыз өскеннен кейін осы көкпарға келдік. Көкпарға 2016-та келдім мен алғаш. Ол кезде Маңғыстау облысының көкпар дамуы. Қанағат ағамыз ба? Қанағат ағамыз, иә. Көкпар жалпы 2013 жылы осы Маңғыстау облысының көкпары құрыла бастады. Содан бері осы күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Жақсы жетістіктер бар, Құдайға шүкір. Біздің облыс бойынша бір-ақ команда ма? Облыс бойынша бір команда. Ол Адай ата командасы. Жетекшісі? Жетекшісі Қанағат Сүйебаев. Осы жерде енді Маңғыстауда болмаған көкпарды қолымен құрастырып, іргетасын қалаған республикаға танымал спорт шебері, чемпион деп айтайық, өзіміздің мақтанышымыз ағамыз Қанағат Сүйебаев ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Енді көкпарға ең бірінші қатысқан кезде қобалжулар болған шығар. Енді ол атқа шапқанда жалғыз атпен ғана келетасың, жалғыз атты ғана ойлап келетасың, бірінші орын алуды. Енді мына жерде команда бойынша ойын ғой. Ең бірінші көкпарға шыққан кездегі сезіміңмен бөлісіп жіберсең? Алғаш сол жаңағы айтып өткенде 2016 жылы Қызылорда қаласында Жаңақорған ауданында жасөспірімдер арасында көкпар өтті. Соған алғаш бардық қой, енді капитан болып. Сондағы енді қобалжулар, бұрын ондай көрмеген, ондай дода көрмеген нелер болды, қысылулар. Бірақ енді дегенмен ат жанымызға жақын болғаннан кейін сондай нені атпен бірге алып шыққан. Бірінші қатысқаныңызда команда нешінші орын алды? Бірінші қатысқанда 4-ші орын алдық. Ілінген жоқпыз енді. Алғаш ойнауымыз болды, көп адамның да сол жерде. Енді осы көкпардың ережелерін түсіндіріп өтші. Бір командада неше ат болу керек, неше шабандоз болу керек, палуан болу керек? Бір командада жалпы 12 шабандоз, 12 ат болады. Оның өзінің жұмыстары бар бәрінің. Қорғаушы. Футболдағыдай өзінің ережелері бар. Защита, нападение деген сияқты. Мысалы, менің өзімнің міндетім шабуылшымын. Жалпы жаңағы Қазақстан ұлттық арнасында көрсетіп жатқанда, шауып келе жатып, салымдар салып жатқан, ол сен ғой. Біз міндетті түрде сіздермен бөлісеміз және сілтеме қалдырамыз. Біздің чемпионның қандай керемет
ойындар көрсеткенін қазір тамашалайтын боласыздар. Жалғастыра берем. 12 ат жаңағыдай айтқандай, оның ішінде жаңа жекпе-жек аттар болады, ортаға шығатын жекпе-жек 2 ат болады. Және оның 5 аты защитник, қорғаушы аттар, 5 аты шабуылшы ат болады. Сол сияқты 5 адам или 4 адам шабуылшы қызметін атқарады. Қалғандары қорғаушы. Енді осы аттарыңызды сол жарыс болатын облысқа, Павлодарда болса, немесе Қызылорда, немесе Шымкентте болатын болса, аттарыңызбен бірге барасыздар ма? Сол жақтың аттарына міне қоясыздар? Аттарымызбен бірге барамыз, әрине. Ол аттарымызды алдын жарыстан бұрын, бір ай бұрын сол жаққа дайындап, сол жаққа апарып, жаңағы погодасы дейді ғой, ауа райына үйретіп. Оның өзі біраз рөл ойнайды? Біраз рөл ойнайды. Табиғаттың ауысуының өзі атқа кедергі болуы мүмкін, кедергі болады. Яғни бір ай бұрын барып, сол табиғатқа бейімдеп, атты дайындап, өзімізді сол жақта жаттығулар жасап, солай жарысқа шығамыз. Енді жалпы есепте қазіргі таңда өзіңнің қанжығаңда неше салым бар? Жалпы есепте енді оны есептеп көрмеппін. Жобамен? Жобамен енді әр ойында 2 салым, 3 салым кемінде салып отырамыз, шама келсе. Қазір Қазақстан бойынша осы көкпардың жұлдыздары кімдер? Өзің замандастарыңда. Ең көп салым салған, ең кәдімгі қазіргі осы теледидардан көріп жүрген, әлеуметтік желіде хит болып жүрген жігіттерден кімдер? Алдыңғы буын болса да атап өтсең, бір жарнама болсын өзіміздің ұлттық спортқа. Жалпы, ондай керемет жігіттер бар. Мысалы айта кететін болсақ, Құрмаш деген палуанымыз бар. Бұл қай облыстың? Құрманбек Тұрғанбек деген. Осы Тараз өңірінен. Ол 97-ші жылы туылған жас шабандоз. Ол да енді жақсы жетістіктері өте көп. Салымдары мен деген шабандоздардың бірі, команда көкпардың ішінде де, басқа жерлерде де. Өзімізден де айта кететін болсақ, Дүйсенбай Руслан, Ермағанбетов Ербол, Иламанов Досан. Бұл Маңғыстаудың жігіттері ме? Маңғыстаудың, Итірек Әнес дейтін жақсы шабандоз жігіттеріміз. Енді біздің қазір 12 адам ойнайды. Жалпы резервте қанша адам бар командада? Адай-ата көкпар командасында? Адай-ата көкпар командасында жаңағы жалпы саны 30-дің үстінде адам бар. Енді шеберлігіне қарай, денсаулығына қарай, қолының еретіне қарай ауысып кете береді ғой? Ауысып кете береді. Енді осы жігіттер қай ауылдардан? Жалпы осы Тұщықұдық өңірінен өзім, қалған жаңағы Жетібайдан бар, 3-4 бала, 4-5 бала. Ақтаудан бар, Ақшұқырдан бар. Жалпы осы Маңғыстаудан бәрі. Енді ұтқан командаға байрақ қандай осы? Мысалға, сіз 12 атпен қатысасыңыз, қарайған шығын оның барлығы, жолың бар, жатар тұрарың бар, келерің бар, кетерің бар, аттың өзі қаншама. Мысалға, енді жыршы болса, ол домбырасын қоя салады, ол ештеңе сұрамауы мүмкін. Ал атты аш қоя алмайсың ғой, мысалға, соның барлығының қаражаты. Егер сондай шығынмен ойынға қатысасың, бірақ соның ұтқан байрағы өзін ақтай ма екен, әлде тек бір айтор ұлттық намыспен ғана қатысам. Бәйгі қанша жалпы? Миллион, 10 миллион, немесе пәтер бас бәйгін алған командаға? Қазақстан чемпионатында өзіміздің жаңағыдай енді көп шығын болады. Айтқандай, аттың өзінің бөлек бір шығыны бар, адамның өзінің бөлек шығыны бар. Бірақ енді мен көрген жерде байрақ 1,5 миллион, 2 миллион бірінші орынға. Яғни бұнымен енді ешқандай өзінің шығынын жаба алмайды, тек намыс үшін, облыстың абыройы үшін ғана барып қайтамыз дейсің ғой. Солай. Соған келеді. Енді осы аударыспақ деген бар я, осы көкпардың ережесіне кіре ме, әлде ол қатысы жоқ па? Ол бөлек спорт. Ол бөлек спорт, я, мына аттың үстінде тұрып, екі жақтың команда капитаны ма, әлде кез келген адам қатыса бере ме? Кез келген адам болғанша, ол салмақ дәрежесінде қатысады. Әр салмақтан шығады. Оғанда, мысалы біз жарысқа барғанда 12 бала көкпар деп, көкпаршы 12 баланы апарамыз, және әр салмақтан 5 салмақтан бір-бір палуанымызды апарамыз, жаңағы аударыспақшы. Және садақ атудан 2 адам барады. Теңгелуден 1 адам барады. Яғни бұл жерде ұлттық 4 спорт бар, е? 4 спорт түрі бар. Барлығы бірге жүреді дейсің ғой? Барлығы бірге жүреді. Енді мысалы маған мынаны түсіндірші, көкпардың кезінде кәдімгі сіздер кәдімгі шынайы жаңағы лақты ешкіні сойып жіберіп сонымен ойнап жүрсіздер ме, әлде соған теңестірілген нәрселермен ауыстырып ойнап жүрсіздер ме? Қазіргі таңда осы әлемдік неде
сырт елдері бар, енді көкпарымыз шүкір дамып келе жатыр. Өзбекстан бар, Қырғызстан бар. Соған байланысты мына малды қорламау жаңа несі бар ғой. Соған байланысты бізде манекен дейді, муляж, көкпарға серкеге ұқсап шығарылған муляжды шығарды осы 3-4 жылдық бұрын. Сонымен жоғарғы ойындарда, мысалы әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарда сол жаңа муляжбен шабамыз. Ал былай ішкі өзіміздің Қазақстан чемпионаттарында өзіміз жаңа шынайы серкемен шынайы шабамыз. Қайсысы икемді? Әрине серке икемді. Негізі ме? Иә. Ол жаңағы муляж бар салмағы бойында жатады. Адамға қолайсыздау болады серкеге қарағанда. Серкені ыңғайыңа қарай? Серке ыңғайыңа қарай, иә. Тартқанда да, басқанда да адамға ыңғайлы. Енді көкпарға қатысушының жас ерекшелігі болу міндетті ме? Мысалы 40-қа келген, 50-ге келген адам жүре ала ма шабандоз болып, әлде белгілі бір жастан кейін тоқтай ма? Ондай бір тоқтайтын шектеу жоқ шығар, шектеу жоқ. Шабам деген адам шауып жүр. Біздің командада да бар, мысалы басқа командаларда бар, 40-қа келіп 40-тан асып шауып жүрген әлде жас балаша еңкейіп. Ең бастысы сол денсаулық және аттың үстіндегі шеберлігі ғой. Енді біздің команданың жетістіктері? Біздің команданың жетістіктері жаңа Құдайға шүкір, біз Қазақстанда 3-тікте жүрміз. Барған жерімізде 3-ші орын алып, осы жақында өткен Тараз қаласында өткен Қазақстан чемпионатында ересектері арасында 3-ші орын алып келдік. Жетістіктері өте көп. Ол үшін енді Қанағат ағамызға және спортты қолдайтын, атты сүйетін, жалпы елін, қазағын сүйетін азамат жігіттерге үлкен рахмет айтамыз. Енді біз осы туған жерім Тұщықұдық болғаннан кейін, мынау Қарақұдықтан су ішейік, кішкене күн ыссы. Өзіңіз құрметті көрермендер көріп отырсыздар, Қызылқұмның жағасы Маңғыстаудың басқа аймағында ауа райы басқаша да, мынау құмның ортасында өте ыстық. Сондықтан біз туған жердің бал суынан татайық. Бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге жүріңіздер. Енді мынау біздің Қарақұдық деп аталады. Негізі осы Тұщықұдығымыз осы. Тұщықұдық. Енді осы құдықтың ерекшелігі бұған дейін де бірнеше рет айтылып түсіріліп келе жатқан шығар, бірақ бізбен сөз бен сазтың көрермендеріне таныстыру үшін тағы да айтып кетейік. Бұл құдықтың ұзындығы, тереңдігі 2 метрден сәл аспайдау деп ойлаймын. Бала күнімізде осының ішінде су ішіп, ішіне үңіліп өстік. Енді бірақ осы тұнау біраз жылдан бері ешқандай таусылмай, маңында не тау жоқ, не ағып атқан өзен жоқ. Осындай мидай дала құп-құрғақ құмның қақ ортасынан 2 метр жерден осындай су шығып жатыр. Ендеше құрметті қазақстандық туристер, Маңғыстауда керемет табиғат таңғажайыптар, міне Дубайға бармай-ақ біздің Тұщықұдықтың қарамыздай суын ішіп, ыстық құмына түсуге болады. Келіңіздер. Енді осындай керемет бал судан ішкен балдар аттың үстінде ойнайды. Әлемдік додаларда, республикалық, халықаралық додаларда жүлделі орындар алады деп ойлаймыз. Енді осымен сенімен жасаған сұхбатымыздың бірінші бөлімін аяқтайық. Қазір біз міндетті түрде құмның қақ ортасында екінші бөлімді көріңіздер, күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Бердіқан Әлмен және біздің чемпионымыз, көкпаршы, шабандозымыз, палуанымыз Жасұлан Қуанышұлы. Бізбен бірге болыңыздар.